тәштит. Әріптің қосарланып оқылуын тәштит дейміз. Ал оның белгісі шадда. Бұл белгі белгілі бір әріптің үстінде тұрса, ол әріпті қосарландырып оқимыз. Яғни, сол әріптің екеуі қатар тұрғандай. Негізінде, оның бірінші сукунды, екінші харекетті болған екі бірдей әріптің қосындысы. Осы белгінің оқылуы. Инна, айю, рабби. Белгілі бір әріптің бір әріп күйінде жазылып, осы белгі арқылы екі әріп болып оқылады. Түсінікті болу үшін мысал келтіре кетсек, сөздерді қайталап жаттап отырыңыздар. Мусаллас, шуббак, сайяра, саббура, даббус, تنورة مكيف معلم سكين